женщин, дорогие наши коллеги, разрешите вас поздравить с праздником 8 марта, пожелать всем радости, счастья, благополучия. Вы являетесь нашим крушением, нашей опорой Алматинского гуманитарно-технического университета. Поэтому я вас всех поздравляю. Всего самого наилучшего. Все, с большим удовольствием хочу поздравить прекрасную половину человечества, которое работает в этом Алматинском гуманитарно-техническом университете, с прекрасным праздником. Пусть у них все получится, пусть у них все будет хорошо. Самое главное, значит, это здоровье и большой, крепкой, настоящей любви. Спасибо. Құрметті арулар, аяулы қыздар, сіздерді халықаралық 8 наурыз әйелдер күнімен шын жүректен құттықтай отырып, жыр поэзиясының дүлдүлі Мұхаңның өлеңінен бір жол өлеңді тартып өтуге рұқсат етіңіздер. Еркектерден әйелдерді көптейді, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой әдемі, әдемілік бізге көптік етпейді. Өмірдің мәні де сәні де сіздерде, аяулы қыздар, мерекелеріңізбен. Құрметті ағыту арулары, сіздерді бүгінгі 8 март халықаралық әйелдер күніне құттықтаймын. Өмірде зор денсаулық, сарқылмас бақыт тілей отырып, алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Сіздердің арқаларыңызда бізде төлеміз көпке жетіп, аман сау жүрейік, сіздерге бақыт тілеймін. Аналар, құрметті қарындастар, құрметті Алматы гуманитарлық техникалық университетінің арулары, сіздерді көктем мерекесі, Қызғалдақ мерекесі, гүл мерекесі, халықаралық 8 наурыз мерекесімен осы ағыту ұжымының атынан, оның ішінде Алматы университетінің көлік және машина жасау кафедрасының атынан сіздерді шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сіздерге зор табыс, денсаулық, ардақты ана болып, ұлдарыңыздың, қыздарыңыздың аман-есен өсуіне мен тек лекторлықшы осы кафедраның атынан қуат ағаларын Поздравляю представителей славного пола ГТУ с наступающим праздником 8 марта. Желаю исполнения всех желаний. Әйелдер күнімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, жұмыста табысты болыңыздар, жемісті болыңыздар. Өстіп жайлап ойнап жүре беріңіздер. Сол 8 март мейрамында барлық әдебиеттің бәрі қалай келетін болса, тура әйелдердің бәріне біздің осы ағыту ұжымындағы істеп жүрген қыз-келіншектер арулардың бәрінің атына керемет жақсылық, бақыт, байлық, береке тілеймін. Осындай көктемнің әдемі Құрметті ағыту Алматы гуманитарлық техникалық университетінің аруларын алда келе жатқан 8 мейрам мерекесімен, халықаралық әйелдер күнінің мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге денсаулық, ашық аспан тілей отырып, әрқашанда әдемі болып, жайнап, үдеп жүре беріңіздер. Кәсіптік оқу кафедраларының оқытушылары, оның ішіндегі қыз, әйел адамдарды 8 наурыз халықаралық мерекемен құттықтаймын. Бақыт,